тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай 30 кітап таңдалып алынған болатын. Сол 30 кітаптың ішінен сіздердің назарларыңызға ақын Тоқтарәлі Таңжарықтың «Түн парақтары» атты кітабын насихаттағалы отырмын. Тоқтарәлі Таңжарық 1982 жылы Қытайдың Іле аймағы Күнес ауданында дүниеге келген. Ақын «Дала мен қала» газетінің бас редакторы Тоқтарәлі Таңжарықтың «Түн парақтары» жыр жинағы туралы бейнероликті назарларыңызға ұсынамыз. Кітап 2008 жылы Жалын баспасынан Жас толқын сериясымен жарық көрген. Орман және түс, Мен орман және түс деп аталатын 2 бөлімнен тұрады. 2014 жылы Польшада 4 жылда бір рет өтетін Еуропа ақындарының фестиваліне қатысуға шақырту алып, «Түн парақтары» кітабын белгілі ғалым, түрколог, Еуропа елдерінің түркітану орталығының жауаптысы Генрих Янковский поляк тіліне аударған. Жинаққа автордың тырнақалды туындылары енген. Өлеңдерін оқи отырып, автордың арманшыл, романтик екенін аңғару қиын емес. Енді осы фестиваль аясында сіздің «Түн парақтары» атты жыр жинағыңыз поляк тіліне аударылыпты. Оқырман қалай қабылдады? Осы ғой? Осы кітап, иә. Бұл кітап 2008 жылы Жалын баспасынан жарық көрген бір кішкентай кітап еді. Қазір мынау сіз қолыңызда отырған кітап қазақша және полякша шығып отыр. Төтелей аудармасы, бір бетінде қазақшасын, екінші бетінде полякшасын. Жалпы фестивальдің ережесі бойынша барлық ақындардікі осылай шыққан. 7 ақынның кітабы өз тілінде және поляк тілінде шықты. Оқырмандар меніңше жылы қабылдаған. Тоқтарәлі Таңжарық «Түн парақтары» атты алғашқы жыр жинағына өмір мен өлім, ақ пен қара арпалысындағы сезімнің күңгірт бояулары шарпысқан, жүректен шымырлай туған өлеңдері еніп отыр. Жапыраққа тұнған тамшылар, таңғы шық, Жас толқын секілді жыр жинақтарына өлеңдері енген. Жас қазақ үні, шетел әдебиеті, қазақ әдебиеті газеттеріне қызмет еткен. Қазіргі таңда республикалық «Дала мен қала» газетінің бас редакторы, Серпер жастар сыйлығының иегері. Бір өлең оқып берсеңіз. Олар шұрқырап, сұп-сұры тұманнан шығатын, қайтаран кіретін сұп-сұры тұманға, дүбірден дүниенің жүрегі дүрсілдеп тұратын, жаңғырып бейуақ қылаңғар, қолымызға құрғап құла дүзден іздейміз оларды көшпенді жылқысын, құлама, қоңырма, қылаңба білмейміз, біз үшін беймәлім түртісі. Бізді де солардай барады жеміріп, уақыт пен қара жол, қош жылан, жалы мен құйрығы сусылдап төгіліп, бұл күнде олар тек түсімде осқырар. Іңірде жатқан бір жандайын есінеп, тарихым ұмытқан олардың тұяғын, мен оны мінемін далалар төсінде, иә бұл кәдімгі ақынның қиялы. Енді үнсіз отырмын, сағыныш сарғалдақтарын дүрлетіп санада. Жусаны бұрқырап көктем ғой бұл мезгіл құлпырар, құлазу кейфіндегі мендік бұл қасіретті білмейді тағылар. Кісінегім келеді бейуақ шұрқырап, қайда сол үйірлі жылқылар. Жылқы малының қазақ халқының тұрмысындағы орны қаншалықты бағалы, қаншалықты құнды екені баршамызға мәлім. Ал ақын осы өлеңінде арғымаққа отырып алып, арманына өмірге асығып, арлы-берлі ойқастап шауып келе жатқандай. Айқай, Қайрат Рысқұлбековтың жазылмаған жыры деп аталатын өлеңі: ұлтым ұлық бола алмай, рухым көкке қона алмай, қара жерден қамығып, мен де өттім, о Аллай, қайғымды айтып қайынға, өкінішім өткенім, өзегімді өртейді, көкірегімде тұншыққан жалғыз айқай, сол айқай азаттығым жайында деп басталып, елінің бейбіт күн астындағы бейқам өмірін көре алмай кеткен арыстандай азаматтың өкінішін, мұң-зарын жырлайды. Қымбатты достар, осындай сыршыл өлеңдерді оқып, жаныңызға ләззат сыйлағыңыз келсе, Тоқтарәлі Таңжарықтың «Түн парақтары» жыр жинағын оқыңыздар. Кітапхана есігі сіздер үшін айқара ашық. Суық һәм сүркейлі шығыстың желі, ауыр бір ойларға шомған
мен мәңгі сүйемін сені, үн-түнсіз мүлгіген қап-қара орман. Жататын жым-жылас жыныстар бүркеп, онда да аюлы шатқал бар, шытырман жолы. Мен өскен тауларға жарасар бұл тек, білемін, ешкімде сезген жоғыны. Анамның ағарған шашындай селдір, менің де қиялым ағарды жаным. Іленің суындай тап-таза мөлдір, тауындай тым асқақ тағы. Сол орман туралы пікір жоқ оңды, себебі ешкімде болған жоқ ұғып, дәл өзі сияқты. Қиялға шомсаң бір болды, ойыңа жап-жасыл бояуды қалады жоғып.